Estee Lauder'dan не карнавал. Четкий прям все можно ерінен. Біздің пудрамыз бейкинг. Сіңіп тұрғанша қасты жасап бастай берейік. Гель для бровей екеуі негізі бірдей, просто біреу кішкентай, біреу үлкен. Үшінші оттенік. Чтобы менің сап-сары көзге көрінбес қастарым кішкене андай оттенік болу үшін өйстіп үстінен бір бояп өтіп шығам. Еще, кстати, латино мейкап, у них у всех тонкие брови. И у меня тоже тонкие брови. Сол үшін прям идеально подходит. Вот видите, сразу разница. Егер сіздің тоже қасыңыз осындай сап-сары көрінбейтіндей болса, онда осылай гель для бровеймен өйстіп боясаңыз күшті болып шығады. Мен обычно повседневный күнге өйстіп бояна салам. Ну, осылай емес. Қасымды өйстіп бояйым да кете берем. Қасымды гельмен бояғаннан кейін мен осындай карандашпен, Benefit'тің тоже карандашы, тоже, кажется, третий или четвертый оттенок. Қасымда шаш жетпей тұрған жерлерге үстінен кішкене өтемін. И қазір мен латино мейкапқа ұқсас болу үшін тоже тенемен, немесе подводкамен үстінен тағы да бір өтіп шығамын, чтобы прям такой латино мейкап, чтобы был. Бізде мысалы қазір трендте андай қатты четкий емес қас, осылай кішкене ғана тень, кішкене ғана карандаш, кішкене ғана гель, все по минимум, мына более glow мейкап. Бразилия, латино мейкап, он четкий контур, четкие брови, четкий этот контур носа, губы четкие. И сол үшін қазір консилермен осының барлығын четкий етіп үшін, жасау үшін консилермен қазір дұрыстайтын болам. Енді мен қасымды карандашпен бояғаннан кейін осындай Cali Girl, кажется, либо Cali, либо Charlie, кажется, Cali Girl. И менде оттенок Medium Dark. Бұның ішінде осындай кисточка, подводка и екі тени оттенок. Осының енді мен подводкасымен, өзінің кисточкасымен өйстіп аламын. Максимально осындай тонкий болып шығу керек. Оны шығу үшін мен оны үстінен былай өтем. Сол кезде ол максимально тонкий болып шығады осылай. Енді мен осы кисточкамен қасымның соңын прям қатты бояйым. Чтобы прям такой четкий контур болу үшін. Вот видите, прям такой. Так, енді осыны бояғаннан кейін мен кішкене алдыңғы жақтарына өйстіп кішкене қосып жіберемін, чтобы андай қатты переход болмас үшін, четкий переход болмас үшін өйстіп кішкене алдыңғы жағына да жағып жіберем. Көріп тұрсаңыздар, көріп тұрғандарыңыздай, менің мына қасым прям қап-қара, ал екінші қасым кішкене андай, обычный біздің күнделікті қасымыз секілді. Сол үшін өйстіп мына жақты тоже қосам. Кішкене алдыңғы жағына и типа шаш бояған сияқты үстіге қас болып шықты. Енді осының барлығын, чтобы бұл одан сайын четкий болу үшін, мен, менің бір кисточкам жоғалып қалды. Я не знаю, менің бір кисточкам арнайы консилерге арналған. Мен оны жоғалтып алдым, білмеймін қайда жоғалтып алғанымды. Сол үшін мен қазір осындай кисточкамен бояп жүрмін. Қатты ыңғайлы емес, бірақ, бояуға болады. Жаңағы консилерді мен өйстіп қолыма алып алдым кішкене. Сосын осы кисточкамен консилерді өйстіп алып, қасымның формасын дұрыстайтын болам. Ол прям четкий болу керек қой, короче. Давайте ең алдымен консилерге дейін қасымды
гель бровимен дұрыстап алайын. Чтобы прям формасын анық көру үшін бірінші астыға бояйым. Осылай. Менде Pussy гель для бровей. Мына жақ тоже астыға бояйым бірінші. И осыны енді үстіге. Үстіге и кішкене былай сторону. Жанға қарай. Жанға қарай кет. Вот осылай. Өйткені олардың қастары прям андай тонкий. Сол үшін сразу өйстіп бояйым. Олардың қастарының қасында вообще прям қалың сияқты мен қасым олардың қасында. Үстіңгі жағын кішкене астыға қарай бояймын. Чтобы қатты қалың болып көрінбес үшін. Осылай. Кішкене кебуге уақыт беремін. Өйткені бұл кеппесе, сосын консилер екеуі қосылған кезде андай қатты әдем болып тұрмайды. Сол үшін өйстіп кішкене кебу керек. А пока мы можем пудраны кисточкамен өйстіп алып тастауға. Вот видите, все-таки оны бүйтіп кисточкамен алып тастағанның өзінде де осындай пудраның ізі қалып қалады. Только оны былай жасасаңыз, конечно, кетіп қалады. Поэтому оны надо вот так вот в одну сторону. И мына жақ тоже в одну сторону. Үстіге өйстіп көтеріп. Осыдан кейін мен қайтадан контурдың несін алып үстінен бір өтіп шығам. Өйткені біздің жасаған контурымыз кішкене көрінбей қалды. Сол себепті үстінен кішкене өтіп шығам. И обязательно мұрынның контуры. Короче, бүгін біз контур. Тек қана контур. Себебі бұл латино мейкап. Сол үшін вообще ұмытпау керекпіз. Осылай. И мына жағын можете бүйтіп созып и векиға өйстіп апарып тастауға болады. Енді осы, менде осындай кисточка. Сіздер басқа кисточкамен қолдансаңыздар болады. И астынан өйстіп бір өтіп шығам. Даже можно чуть-чуть больше. Вот. И мына жаққа тоже. Вот видите, прям четкий. Вот это вот латино. И екінші жақ то же самое. Вот. Енді мен мына жерді кішкене дұрыстағым келіп тұр. Ол үшін мен осы кисточканы өйстіп басамды и үстіге көтерем. И все. Оп. И оп. Енді мына жақ то же самое. Что-то он у меня какой-то квадратный здесь получился, мне особо не нравится. Біздің тонымыз. Тон и қас дайын болды. Ең басты латино мейкаптағы ең басты этаптардың бәрін біттік. Это тон, максимально плотный, четкий тон.
и максимально четкие брови. Енді біздің кірпігіміз, может быть, стрелку, может быть, добавлю, и губы четкие. Қазір мен кірпікті жасайтын боламын. Менің көзімде қазір наращивание ресниц. Үстінен клей ету, анау жасамаймын, жай ғана тушпен үстінен бөрітіп шығам. Короче, чтобы бұл одан сайын ұзын болып тұру үшін, мен қазір ішінен и сыртынан екі слоймен бояймын. Ол үшін мен үстінен бөрітіп шығам, осылай. Осылай, көрініп тұрса, міне. Үстінен. И астынан. Вот, сол кезде менің наращивание ресницам, кірпіктерім, точнее кірпіктерім екі есе прям объемный болып тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны мен кисточкамен, смотрите, какая милота, өйстіп крышкасымен, осы кисточкамен мен кішкене андай, как будто ресницам бір пауктың аяқтары сияқты болып тұрмас үшін кішкене үстінен бүйтіп тарап шығам. Осылай. Көріп тұрсаңыздар, прям разница өте үлкен. Енді осы ресницы. То же самое. Бұл менде телескопик туш. Маған ұнайтыны, ол бір жағы осындай кисточка, ал бір жағы осындай тегіс. И осы кисточка жағымен мен үстін, осылай үстін бояймын. Осылай до конца тяну. Астын осы тегіс жағымен бояймын. Кисточкамен араларын ашып, дұрыстап, тарап шығам. Енді осының барлығын мен осылай жасаймын да. Осылай алып тастаймын. Бірақ мен басқа біреуді бояған кезде мен олай жасамаймын. Мен специальный немен, секретный лайфхакпен алып тастаймын. Просто өзіме, мне лень просто его доставать, честно сказать. Өйстіп жасаған тезірек. И почему-то менің байқағанымша, вот именно біздің сілекейіміз тезірек алып тастайды, чем андай специальный нәрселерге қараған кезде. Білмеймін, у меня так работает быстрее. Но басқа біреуді бояған кезде мен, конечно же, бұлай жасамаймын. Кірпіктен кейін олар, короче, үстіңгі қасын қатты боямайды, бірақ кішкене ғана бояйды екен. Ол үшін мен мынандай оттенокті аламын. Немесе сіздер, можно просто даже контурдың несімен, давайте осымен жасай берейік. Контур бар ғой, осының палеткасымен өйстіп кисточкаға алам. Бұл жаңағы мен мұрынға контур жасаған кисточка. Олар кішкене қосады екен, бірақ қатты емес. Андай обычный біздің контур жасап жүрген. И осылай қараңыздар, мен они, короче, делают вот так. Берут самый такой базовый цвет, даже контурдың несімен, палеткасымен можно делать. Тень ретінде жағамын. Можно осылай на весь этот. Да, осылай жағам. И енді осыны и осылай мұрынға. Поняли, да? То же самое на жақ. Енді мына жерде, видите, такой грязь. Оны мен бьюти блендермен вот так вот растушевываю, чтобы не было прям таких огромных заметных грязи. Осындай кішкентай кисточкамен темный қара немесе қоңыр түсті алып, көздің астына кішкене ғана жағам. Яғни мына көздің прям астына, прям кірпік өсетін жерге. И полностью.
мен бұны кішкене ғана жасаймын, себебі менің өзімде астыңғы кірпіктерім қатты ұзын емес. Сол себепті қазір тушпен бояған кезде бұл қатты көрінбес үшін мен осындай кішкене ғана, осылай кірпік өсетін жерге ғана бояп, тенемен бояп шығам. Прям до конца. Полностью. Вот так. Туш, екінші туш менде Sky High, осындай. Sky High. Мына жермен. Мынау қалдық тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Мына үстіңгі жермен кірпігімді, астыңғы кірпігімді бояйым. Барлық артық тени, там туш барлығын осы пудрамен алып тастап жатырмын, өйткені оның барлығы лишний. Жаңағы мен фотодан қараған кезде латино мейкап, олар көріш көздерім бүйтіп үстіге қарай созады екен. Сол үшін қазір мен стрелка қосамын. Но совсем чуть-чуть, вот знаете, вот так вот. Где-то вот так. Өйткені ана кірпікпен стрелка екеуі ондай как будто бірге сияқты болып тұру керек қой. И өстіп кішкене қосып. Вот так вот. И мына жерге кішкене қосып жіберейін. Вот такой вот. И екінші көз то же самое. Так, мына жерге кішкене. Ой, я как будто чуть-чуть что-то испортила. Егер кішкене құртып алсаңыз, то ничего страшного. Жаңа біз, помните, қасымызды дұрыстадық қой, сондай кесочкамен просто астынан бүйтіп отсек. Все. И здесь можно чуть-чуть почистить, чтобы прям четкий был очень. Вот и все. Короче, латино мейкап, ерні қоңыр карандаш, более такой коричневый оттенок, и ортасы кішкене розовый и матовый, либо же ерін кішкене үлкен болып көрініп тұру үшін олар блеск жағады. Сол үшін мен Кайлидің осындай карандашын қолданайын деп жатырмын. Оттенок 609 Ice Latte называется. Осылай енді еріннің контурын жасайтын боламын. Ой, что-то не видно. Осылай. Мен обычно ерін жасаған кезде, обычно мейкап, прям пухлые губы. Сол үшін мен ерінді қазір былай жасап, еріннің үстіне тағы да бір где-то 2 мм точно қосам. Осылай. Енді осыны мен бүйтіп ішке, былай томпағынан емес, керісінше ішіне жасаймын. Андай более розовый оттенок помадамды қазір таппай жатырмын. Сол үшін мен Rare Beauty'дің осындай румянасы кішкене ерніме жағатын боламын. Бұл жерде андай прям қорқынышты ештеңе жоқ. Осылай. И истеп жаққан кезде
Тағы да менде Марионың осындай помадасы бар. Такой мини-мини вариант. Смотрите, какая красота. Осымен мына еріннің мына жағына жағам. Және карандаш екеуін кішкене араластырам. Сосын кисточкамен екеуінің контурын кішкене араластырам. Ой. Патрик Таның, бұл менің подругамдікі. Тамеристің осындай Патрик Та деген несі бар, бальзам для губ. Бұл бізде сатылмайды, сол үшін оны осындайды қатты хочу. И, короче, вот осындай бальзам. Кішкене, знаете, вот, чтобы ернім такой сочный болып тұру үшін, қазір үстінен бальзаммен өтіп шығам. Және ең соңғы, ең маңызды латино мейкап деп айтатын макияждың ең главный изюминкасы ол хайлайтер. Хайлайтер ол менде Rare Beauty, тоже менікі емес, подругамдікі, Тамерис. Тамерис, рахмет за косметику. Короче, осындай өте әдемі хайлайтер кисточкамен алам, өйткені мен қолмен алсам қазір, яғни саусақпен, то ол мына сызыққа келмейді. Сол үшін, мына видите, помните, мы делали контур и ортасынан қалдырдық қой. Сол жерге ортасынан прям тонкий етіп сызық жасау керекпіз. Осылай. Вот. И мына мұрынның шетіне. Вот так вот. Красота. И на здесь кішкене растушевываем. Пальчиком вот так. Вау! Видите, какой хайлайтер классный. Сосын обязательно көздің мына жеріне, ішкі жағына, то же самое кисточкамен алам. И мына көздің мына жеріне. Вот так вот. Кішкене тоже можно. Вот так. Вау. И мына жағына тоже. Айса. Прям аямай жасай беріңіздер, потому что бұл латино мейкап. Это должно быть прям по максимуму. Только смотрите, егер на астына жасасаңыз, это будет более корейский макияж. А если мына жерге жасаса, онда это будет более латинский макияж. Сол үшін қатты андай, мына жаққа жекет қалмаңыздар, короче. Это будет у вас корейский макияж. Так, еще, оказывается, қастың астына совсем чуть-чуть. Осылай. Но, честно, осының приколын түсінбеймін негізі. Но так как это латинский, ну ладно, бразильский. Вот так вот, как это... Вот. Потому что осылай жасасам, как будто 2018 сол не сияқтындай вспоминаю. Кішкене мына жерге жағып жіберем, мен ол үшін осылай алам да кішкене. И осылай. И мына жаққа тоже. Все. Қазір шашымды дұрыстап. У них обычно латино мейкап, я не знаю почему. Ой. Мен бүкіл фотоларды қараған кезде барлығының шаштары, короче, андай үтіктелген. Короче, мен бүкіл Pinterest'тағы фотоларды қараған кезде барлығының шаштары осылай тік. А я, наоборот, шашым негізі, табиғаты бойынша тік, но мен оны всегда бұйыралаймын.
Но бүгін хорошо что бере алмадым. Оказывается, олардың барлық шаштары осылай болып тұрады екен. Вот так вот. Осымен менің латино макияжым дайын болды. Сіздерге қалай? Маған өте қатты ұнап тұр. Әсіресе өмірде, вот мен қазір айнаға қарап тұрмын, вообще басқаша, камерада вообще басқаша. Может, из-за освещения, может, вот так вот. Смотрите, какая идеальная кожа, еще ресницы, еще мұрынның контуры, вообще классно. Өзіме қатты ұнап тұр. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге ұнаса, онда маған лайк басып, комментарий жазып, прям так нравится. Короче, маған комментарий жазып, лайк басып, кетуді ұмытып кетпе. Особенно... Ой, да, я уже сказала. Все, давай. Люблю. Келесі кездескенше.